Тағы да сәлеметсіздер ме деймін, құрметті оқушылар, құрметті менің тыңдаушыларым. Енді қазір мен сіздерге интегралдаудың тағы да бір тәсілі, бөліктеп интегралдау амалына есептер шығарып көрсетемін. Бір-екі мысал көрсетемін, тез бір 5-10 минуттың арасында. Енді ең бірінші, мына формулаға қарайықшы. Біз бірден бөліктеп интегралдау деген кезде осы бір формула біздің есімізге түсу керек. Яғни удв минус вду деген интеграл астында. Енді бұл қандай есептерде кездеседі? Жаңа біз сіздерге осының алдында мен сіздерге көп оқушылар жаңағы нені шатастырып алып жатады. Бөліктеп интегралдауды қай уақытта қолданамыз, және де алмастыру тәсілін қай уақытта қолданамыз деп. Мен сіздерге қайтадан айтам, алмастыру тәсілі егерде интеграл астындағы бір функция екінші бір функцияның туындысы болып тұратын болса, мысалы интеграл астында f от x көбейту f штрих x dx болып тұрса, мынадай жағдайда, яғни мына жағдайда бір функция екінші функцияның туындысы болып тұр, ішінен көрініп тұр. Бұл жағдайда алмастыру қолданылады. Яғни бұл басқаша айтқан кезде күрделі функция болған кезде ғой. Ал енді күрделі функцияның туындысы деген сөз ол. Ал енді күрделі функцияға емес, мүлдем функция интегралдың астында мүлдем екі түрлі функция тұратын жағдай болады. Мысалы, қазір мен сіздерге мынай мысалды көрсетпекпін. Яғни интегралдың астында мысалы мынадай x көбейтілген синус dx деген есеп берілсін делік. Бұл жағдайда біз енді бір нәрсені түсінгеніміз абзал. Бұл жерде ешқайсының туындысы емес. Сол себепті бізде бұл жерде екі айнымалы енгізуіміз керек болады. Мен сіздерге қазір есепті шығарып көрсетем. Қалай шығадым ол есептің. Ең бірінші біз бірдемені анықтап алайық. Ол нәрсе менде өткенде бір сабақта сіздерге мынадай лиате деген терминді жазғанбыз, лиате деген. Осы лиате термині бойынша мысалға қайсысын u деп белгілеп отыр, қайсысын v деп белгілеп отыр, сол бойынша анықтауға болады дегенбіз. Яғни лиате деген мынау логарифм, егерде мынау реті бойынша, мынау басымдылық реті, яғни логарифм тұрса, всегда ең бірінші логарифмді u деймізді, қалған түрі бойынша мынау inverse дейді, кері функциялар, кері тригонометриялық функциялар. Мына жерде мынау арифметика, қазіргі жағдайда бізде ал мынау тригонометриялық функция, мынау экспоненциал дейді, немесе дәрежелік функция. Ал бізде қазіргі реттілік бойынша бізде а бірінші тұр, мынау бізде а-нікі болады. Енді ол маңызды емес. Яғни біз ең бірінші x-ті сол кезде u деп белгілеп аламыз. Енді бұны дифференциалдасақ, бұдан туынды табайық деген сөз. Яғни мынадан туынды табатын болсақ, бір dx болады. Мынадан сол кезде бұл du. Яғни x-тің туындысы бір деген сөз ғой, мына dx мына жерде. Шын мәнісінде былай ғой, u бойынша туынды тап деген сөз ғой, бұл бір болады да, мынарым du dx. Мен мына жерді ұзаққа созбай, мен ыңғайлы болу үшін мына бірдің қасына dx-ті апарамын да, мынаны du деп жазам. Осы қағиданы түсініп алсаңыздар. Енді арғарай мен мына жерде енді келесі тұрған мына тұтасы мен мына есеп. Біздің мақсатымыз мынаған келтіру ғой. Құрметті оқушылар, осыны қолаш. u dv тең, біздің мақсатымыз uv азайту vdu-ға. Осыған келтіру. Біздің ең түпкі мақсатымыз бөліктеп интегралдауда. Бұл интегралдауды бізге жеңілдетіп береді. Енді dv. Осыны бірден ақсақ, мына жерде мынауымыз u дегеніміз уже кетіп қалды, x деп айттық. Енді бізде dv-ның мынау тұтасы мен dv-ның орнында тұр деген сөз. Яғни біз мына жерге dv-ны жазатын болсақ, dv дейміз, бұл интегралы. dv-мыз сол кезде синус x dx болып тұр. Енді бұдан керісінше біз бұның алғашқысы не деп есептейміз? V-ны тапқан кезде бізде мынау дифференциалы ғой, туындысы. Мына жерде бір бар дегенді.
бұны керісінше интегралдаймыз, алғашқысын табамыз. Алғашқысын тапсақ, мына 1-дің интегралы в, міне dv болып тұрады. dv деген сөз дифференциал деген сөз. Ал енді синустікі қай функциядан туын тапсақ синус шығады. Әрине косинустан, иә? Тек қана косинусымыз бізде минус синусты қоярыз. Мынарда минусы болмағандықтан мынарға минусты қоямыз. Минус косинус x болады. Демек осындай. Енді осы есепті шығаратын болсақ, бұны жаңағы мына формулаға қойып шығаратын болсақ, мына формулаға қоятын болсақ. Яғни uv міне бізде. uv-мыз міне тұр. uv-ны қоямыз мына формула бойынша. Яғни бірінші міне мынау шығады. uv шығады интегралдан. u-мыз x көбейтілген v-мыз міне минус косинус x. Азайту, міне мына бір азайтуды қойып тұрмын, міне мына жердегі азайтуды. Бұл жердегі азайтуды қойып тұрмын. Енді ары қарай тағы да бір интеграл v-мыз минус косинус x, v-мыз минус косинус x көбейтілген не дейді? ду дейді. Дуымыз dx. Көрдіңіз бе? Сол кезде тең болады. Мынау өзі соғалып тұра береді. X көбейтілген минусты алдына шығарып жіберейік, косинус x. Мына азайту плюс болады, е? Енді косинустың, бұны тікелей интегралдаса, косинустың алғашқысы синус x болды. Енді міндетті түрде қосу, мына бір с деген белгісіз, мына бізде анықталмаған интеграл болғандықтан с деген әріпті тұрақтыны жазып отыруымыз керек екен. Демек біздің есебіміз осылай шықты. Міне, сонымен мұқият қарайтын болсақ, міне интеграл астындағы x синус x деген есебіміз бізде осылай шықты. Қазір мен кішірейтіп көрейін, мынау кішірейгенге сиям екен. Міне, интеграл астындағы міне. Сонымен тағы да мен сіздерге өздеріңізге бір мысал беріп көрейін. Мынада есепті өздеріңіз шығарып көріңіз болады. Интеграл астында x косинус x не болады екен? Осыны косинус x dx не болады екен? Осыны шығарып көрсеңіздер болады ме? Өздеріңіз тексерсетіне. Сіздердің жауаптарыңыз былай шығу керек. Мынандай жауап алсаңыздар, x синус x қосылған косинус x плюс с деген жауап алсаңыздар, міне, сіз есепті дұрыс шығарған болып есептейсіз. Рахмет тыңдағандарыңызға. Мен қазір тағы да бір мысалды беріп көрем. Енді тағы да бір мысал бірден беріп жіберейікші. Тағы да бір мысал көрейік. Түсінікті болу үшін. Енді міне мысалға бізге мынандай есеп берілсе. Интеграл астында тағы да x көбейтілген енің x дәрежесі dx. Міне көріп тұрғанымыздай тағы да екі түрлі функция. Бұл жерде де біз бөліктеуді қолданамыз. Бөліктеу интегралының мына жерге формуласын жазып қойыңызшы, қайта біз не болмас үшін, ыңғайлы болу үшін. u dv жағдайы болып тұр. u dv жағдайы болса, және uv азайтылған v du. Құрметті оқушылар, мен сіздерге де кеңес берем. Есепті формуланы жаттағанға дейін, пока есімізде қайта жазып отырсаңыздар, өздеріңіз естеңізге жадыларыңызды сақтауға өте ыңғайлы болады. Енді біз бағанағы ереже бойынша, лиате бойынша мынаны u деп белгілейміз де, мына жағдай мынаны v деп белгілейміз. Енді кеттік. V деп белгілейміз деп қой. Қазір нақтылап белгілеп алайық. Міне, мынау тұтасымен бізде dv болады. Біз u деп былай белгілеп тұрмыз. u-мыз тең x болып тұр. Сол кезде дуымыз. Енді ду көп жағдайда былайнан бағанадан өстіп жазып жатырмын ғой. Былай да жаза берейікші. Шатыспас үшін x-ті мен u деп тұрмын. X-ті u деп тұрмын. Сол кезде дуым сол кезде dx-ім не болады? dx-ім туын табатын болсақ du болады. Енді мына жақта dv-ны қалғанның түгелі dv дедік, сонымен 2x көбейту dx. Енді менікі бұларда v-ны табуым керек. Бұның алғашқысы немене деген сөз ғой. Сонымен біз білеміз, x-тің егер бір қандай да бір саннан, бір функциядан туын тапқанда x болса, x-тің алғашқысы да туындысы да өзіне тең болатын.
Сонымен міне мынадай бізде белгілеулер шықты. Енді оны мына формулаға апарып қойып шығара салатын болсақ, ең бірінші uv. u'мыз x көбейту v-мыз n x дәрежесі. Азайтылған, міне интегралды жазам. v-мыз n x дәрежесі көбейтілген du болу керек болатын. du-мыз ол dx. Тең. Енді осыны ары қарай шығаратын болсам, жаңағы x көбейтілген n x дәрежесі тұра береді. Азайтылған n x дәрежесінің алғашқысы n x дәрежесінің алғашқысы n x дәрежесі өзі болады. Плюс жаңағы біз айтып отырған мынау с деген тұрақтыны ұмытып кетпейік. Енді көп жағдайда кітаптарда осы есепті n x дәрежесін ортақ көбейткішті жақсыртына шығарып жіберіп, x азайтылған 1 плюс с деп те қалтырып жатады. Енді қай жауап болса да сіз мына жауапты алсаңыз да, мына жауапты алсаңыз да бәрібір есептің ешқандай мағынасы өзгермейді. Ден қойып тұрғандарыңызға рахмет.